Жігер? Алло? Алло? Кеттік. Гүліміздің күзін ұсталаған ғой Жігер. Үшім баламды алып қайтайын деп жатырмын үйге. Пока десе Жігер, пока де. Бармайттыр еншіткен ғой, ана бір бәле істегенсің ғой. Не істедің? Жап есікті деп жатыр анау. Тума көтет тұр ғой. Ой, қайтты құсын. Маған пока демеш. Маған пока деме. Сторисқа үйретіп қойған ғой дегенсің. Ай, боше. Дегенде өледі ғой. Жігер. Жігер, кел. Қарап атқан жоқ, сен бір бәле істегенсің ғой дағане. Не қарағысы кеп тұрған жоқ қой. Айтшы балам, не істеді? Кім? Айрам, любойын айрам. Не істеді? Айт, қарағысы кеп тұрған жоқ қой. Егмінде қарап тұрған жоқ қой. Жігер? Қараш маған қарай. Жаным. Сен айтшы мен. Жігер. Қарап атқан да жоқ қой. Қарап атқан да жоқ қой. Қарасай. Жан. Жігер? Қарасай саған қарап тұрған жоқ. Мына бір бәле істеген ғой. Жаның барда айт. Шаршап қалды, ұйқысы кетті. Не істеп шаршаттың? Қарны тойды. Мен не істемей ойнап шаршайды ғой бала деген. Ренжіп кетіп баратқан тұр ғой мынау. Балбұл жайнап, бір қуанып кетіп баратқан жоқ қой. Не ойса ба? Я мен аурумын. Аха. Достар, осыдан кеп бізге қосылды емеңдер, біз осындаймыз, біз бірімізді өлтіріп қоямыз, бірге қасымызда жүрсек. Мынан қараса 2 минуттың ішінде қырылып жатыр ғой. Халқы сен вообще мен оқырмандарымда нең бар сенің? Ненің демеш, ақпаты. Менің оқырманым менікі, сенікі. Нан үйленірмесек достар болмайды мынау. Пешеходта тұрсын. Білем, не все можно, мен ақботамын. Жаным, ана қабағы үйтін, шоколад әп беремін. Әкесі әпермеген ғой деймін шоколад. Өшірші видеомен туылғансың ба? Мен дүние егенде үңгәд. Камерамен оғам. Айбой демеш, менің осындай неме ғашық болып айналайын қойша. Мен саған ғашық болдым ба? Айбой! Мамаң қайда мамаң? Мамасына жоғып қағым да бұла. Ана өлеңдейсе, көзмөншағым қолымда. Не істеймін? Сен маған бірдеңе істеме. Түтік па, менде нең бар сенің? Сен бөлек, мен бөлек құсын. Мен қазір осындай. Анау. Қашық қой әлі достар ол маған. Бірақ мен қарамайым оған. Мен ондай адамға қарамайым. Сендер мен бүкісімді білесіңдер ғой. Мен ренжіп кетіп барады. Студияға келдік. Таң алдынамыз осы студияда деген сөз. 14-ші Еуразиядан қосылу болсын. Бізде бір қалыпты, ешқандай көрініс жоқ. Бәрі жақсы. Сақал қойып жатыр мағайындар. Мына жерге дейін сақалымды өсірейін деп жатырмын. Сақалын жігіт болайын деп жатырмын. Бүгінгі образым қалай сіздерге? Шотки болып тұр ма? Қайырлы кеш ағайындар, қалайсыздар? Эфирден шығып, жаным екеуміз ғана отырып сөйлесейік, сырласайық деп. Қай жерге келдік? Наватқа келдік. Нават чайхасына келдік. Менің жаным мына жерде бауырсақпен шай ішіп отыр. Мен қуырдаққа домашний алдым. Бұл жақтың тамақтары дәмі, тойымдылығы сонша. Сәл жесің тойып қаласың. Біз қазір Наваттың Сейфуллина 500 адресіндегі нүктесіне келіп отырмыз. Бұл жердің тамақтары өте арзан и өте свежий болып келеді. Келіңіздер, осы жерден тамақ жеңіздер. Кеңес береміз сіздерге. Шайын қараңыздар, шына жақтың. Бір жақсы сырласып әңгіме болып отыр екеумізде. Міне ешкім жоқ міне. Екеуміз ғана сырласып әңгіме болып отыр. Просто басынан бәрімен бірге жүреміз ғой. Бүгін екеуміз әңгімелесіп, сырласып деген сияқты күшті болды. Шымкентке бүгін 5:30-да рейс ұшу керек болатын. Алло, задержка, флайер самолет түсіп едік. Бізден кейінгі рейстер ұшып кетіп отыр. Деп қалмағанбыз. В общем, полный поражение екен. Шығып әдеттегідей қарны ашып, енді дәмді тамақ
тамақ ішейік деп Наватқа келдік. Мен өзіме чечевичный заказ бердім, свежий салат. Аян өзіне борщ және де осындай курица в кисло-сладком соусе алдық. Тамақтар өте дәмді, осындай жеке отыруға болады, вип-кабинка сияқты. Және де интерьері, сервис барлығы всегда на высшем уровне. И Алматы бойынша бірнеше филиалы бар. Өзіңізге ұнаған филиалға ең жақынына барсаңыздар болады. Өзіңіз, жақындарыңызбен, семьяңызбен қандай қонақ келсе де ұялмай осы Наватқа шақыруға кеңес беремін. Біз тамақ ішіп болдық. Наваттың ішіндегі қай филиал болса да осындай ерекше оформление, интерьер сондай әдемі. Қазір как все уютно, красиво, осындай қазақи ою-өрнектермен әшекейленген. Және сервис, как всегда, на высшем уровне. Бізде бүгін Ерсұлтан есімді бір официант жігіт өте жақсы қызмет көрсетті. Көп рахмет. Дәмді болды ма? Лесницасының өзі қандай әдемі. Жұмаққа баратқан еді. Тамақ алып жатыр, заттарын алып жатыр. Ориентация. Осы мақырамен сөйлесіп кіріп кеткен соң. Ой, чотым қалайсың? Нормально болды ма? Аттық кетір, ішіпті. Ішіпсіз ма? Больница ұнап жатыр ма? Иә. Тап-тыныш шығар. Қалай болды? Ой, бұл ағам курорт жатып алып ана тамақ шақыратын адам жатып бар ғой. Ал мен үйдемін, түсінбей қалған шығарсыңдар. Баласымен жатыр айтқан не болып кетті деп. В общем, онда болғасын негізі вообще ата-ана қасына жатуға болмайды. Просто кеше мен не алған жоқпын, түнде тастап кеткім келген жоқ. Бүгін тем более 5-ші күн, ертең 6-7-ші күн ешкім қарай алмай қалады деп та, врачтар болмайды деп. Ана құлам қысып кетті ғой, ё-моё. Сөйлей алмай қалғансың ғой. В общем, сол үйдеміз. Жігіттің қасында жатайын. Баланы уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы енді. Бір алған қолындағы бәрі жақсы болады. Жігітім сағынып қапты мен. Конечно. Бір күн жанымсыз, ё. Лянысы. Қандай әдемі. Ерсі суретші болайын деп тұр ғой, әкең сияқты. Ой, молодец, красавец. Таған не салатсың? Ал суреттеріңді көрсетсе, алына салған. Алдындағы? Иә. Ооо, қандай, а? Сердечки. Қайсы сағайды? Қайсы кірсесі? Талғар деген тұман отыр ғой достар. Не деген суық Талғар деген. Сол заттар алып, баланың заттарын салып. Қошын больницаға келдім.